Саламатсыздар ма 8-ші сынып оқушылары? Квадрат теңдеулер бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың бірінші нұсқасын түсіндіретін боламын. Егер қажет болса, каналымда жалпы нұсқасы және екінші нұсқасы бар. Каналға өтіп, қажетті нұсқаларды көрсеңдер болады. Бірінші тапсырмада былай делінген: тіктөртбұрыштың бір қабырғасы екіншісінен 4 см артық, ал ауданы 60 см квадрат. Тіктөртбұрыштың қабырғалары мен периметрін табыңдар. Оқушылар, мінекей тіктөртбұрыш берілген. Bir қабырғасы x белгісіз, екінші қабырғасы 4 см артық, оны біз x қосылған 4 деп аламыз, ал ауданы 60 см-ге тең екен. Яғни 60 см квадратқа тең. Сонда бізде ені x-ке тең, ал ұзындығы x қосылған 4-ке тең. Ал ауданы 60 см квадратқа тең. Жалпы оқушылар ауданын табу үшін өздерін білу керексіңдер. Ұзындығы мен енін көбейтеміз. Сонда x-ті көбейтеміз. X қосылған 4-ке тең болады 60 см квадратқа. Бізге табу керек ұзындығын, енін және осы тіктөртбұрыштың периметрін табу керек. Енді оқушылар, мынау өрнекті қолданатын боламыз. X көбейтілген x қосылған 4 тең болады 60-қа. Көбейтудің үйлестірімдік қасиетін пайдаланып жақшаны ашатын боламыз. X-ті көбейтеміз, x-ке x квадрат болады. Қосамыз, x көбейтеміз 4-ке 4x болады. Ондағы 60-ты минус 60 деп теңдіктің сол жағын ауыстырамыз, тең болады 0 деп аламыз. Енді дискриминантты пайдаланып x-ті табамыз. Сонда b квадрат минус 4ac тең, a бізде 1-ге тең, b 4-ге тең, c минус 60-ға тең. Сонда 4-ті квадраттаймыз. Минус 4 көбейтілген 1 көбейтілген минус 60 деп аламыз. 4-тің квадраты 16, минус 4, 1, минус 60, 240 болады. 16 қосамыз, 256 болады. 256 0-ден үлкен, 2 түбірі болады. Сонда біз x1 мен x2-ні табамыз. Ол үшін минус b плюс минус түбір астында d бөлінген 2a деген формуланы қолданамыз. b бізде 4-ке тең, формулада минус таңбасы бар, минус 4 болады. Плюс минус түбір астында 256. 2 көбейтілген 1 тең болады. Минус 4 плюс минус 256 түбірден 16 болып шығады. Бөлеміз 2-ге. Сонда оқушылар, минус 4 минус 16 минус 20 болады. Бөлеміз 2-ге. Минус 10 болады. Минус 4 плюс 16 12 болады. Бөлеміз 2-ге 6 болады. Енді оқушылар, минус 10 6 деген 2 түбірі шықты. Біз оң таңбаны алатын боламыз. Сонда b тең болды, яғни ені тең болды 6 см-ге, ал ұзындығы тең болды x қосылған 4 см еді. X-ті 6 деп алдық, қосамыз 4-ті, тең болады 10 см-ге. Оқушылар, қабырғаларын таптық. Енді периметр табамыз. Тіктөртбұрыштың периметрін табу үшін 2-ні көбейтеміз a мен b-ның қосындысына. Сонда 2-ні көбейтеміз 10 см мен 6 см-дің қосындысына. 2 16 болады, 2 көбейтсек 32 болады. Сонда оқушылар, жауабы a тең болады 10 см-ге, b тең болды 6 см-ге, ал периметрі тең болды 32 см-ге. Оқушылар, келесі екінші тапсырмада катер өзен ағысымен 60 км жүзіп, қайтадан ағысқа қарсы 20 км кері жүзді. Ағыс жылдамдығы 1 км сағат. Барлық жолға 7 сағат уақыт жұмсады. Катердің меншікті жылдамдығын табыңдар. Оқушылар, есептің берілгені бойынша өзен ағысымен жүрген жолы 60 км, өзен ағысына қарсы жүрген жолы 20 км, өзен ағысының жылдамдығы 1 км сағат. Барлық жолға кеткен уақыты 7 сағат. Бізге табу керек меншікті жылдамдықты. Меншікті жылдамдықты оқушылар
белгісіз деп алайық. Оқушылар мінекей барлық жолға кеткен уақытты 7 сағат екен, осыны қолданатын боламыз. Сонда оқушылар бізде уақытты табу үшін жолды бөлеміз жылдамдыққа. Жалпы уақытты табу үшін өзен ағысымен қаншалықты жүрді, сол уақытқа қосамыз өзен ағысына қарсы жүрген уақытты. Өзен ағысымен жүрген уақытты табу үшін өзен ағысымен жүрген жолды бөлеміз меншікті жылдамдықпен өзен ағысының жылдамдығына. Яғни өзен ағысымен жүрген кезде меншікті жылдамдықпен өзен ағысының жылдамдығы қосылады, және осы жолды бөлеміз осы өрнекке. Ал енді ағысқа қарсы жүрген уақытты табу үшін ағысқа қарсы қанша жол жүрді, соны бөлеміз меншікті жылдамдықпен өзен ағысының жылдамдықтарының азайтындысына. Енді осы өрнектерді мұнда әкеп қоямыз. Т-ның орнына 7-ні қоямыз. 7 тең болады, S-тің орнына 60-ты қоямыз. Меншікті жылдамдық белгісіз, X-ті қоямыз. Қосамыз, өзен ағысының жылдамдығы 1. Қосылған ағысқа қарсы 20 км жүрді. Меншікті жылдамдық X, азайтамыз өзен ағысының жылдамдығын. Ортақ бөлімі келтіреміз. Ортақ бөлімі X қосылған 1, X азайтылған 1 болады. Мұнда A плюс B, A минус B болып тұр. A квадрат минус B квадрат болып ашылады. Сонда X квадрат минус 1 беріледі. Мұнда X минус 1 беріледі. Ал мұнда X плюс 1 беріледі. Енді оқушылар X минус 1-ді көбейтеміз 7-ге. 7x квадрат минус 7 болады. Мұнда бізде 60x минус 60 болады. Ал мұнда 20x плюс 20 болады. Ортақ бөлімден алып тастаймыз. Яғни бөлімден алып тастаймыз да тек қана алымдармен жұмыс жасаймыз. Сонда 7x квадрат минус 7 болады. Мұнда 60x, 20x қосылады, 80x болады. Теңдіктің сол жағына минус 80x болып ауысады. Мұнда минус 60, 20, минус 40, плюс 40 болып ауысады. Енді оқушылар ықшамдайтын болсақ, 7x квадрат минус 80x плюс 40 пен минус 7 плюс 33 болады. Тең болады 0-ге. Квадрат теңдеуге келтірілді. Енді дискриминантқа саламыз. B квадрат минус 4асы A бізде 7-ге тең, B минус 80-ге тең, S 33-ге тең. Сонда минус 80-ді квадраттаймыз. Минус 4 көбейтеміз 7-ге, көбейтеміз 33-ге. 80-ның квадраты 6400. Минус 4-ті көбейтеміз 7-ге, көбейтеміз минус 924 болады. Азайтамыз, сонда 5476 болады. 5476 0-дан үлкен 2 түбірі болады. Минус b плюс минус d бөлінген 2a формуласын қолданып x1 мен x2-ні табамыз. Мұнда бізде b минус 80-ге тең, формулада минус бар, сонда 80-ның өзі болады. Плюс минус 5476 бөлеміз 14-ке. Яғни 2-ні көбейтеміз 7-ге, 14 болады. 80 плюс минус
5476 түбірдің астынан 74 болып шығады. 80-ге қосамыз 74-ті 154 болады, 14-ке бөлеміз 11 болады. 80-нен азайтамыз 74-ті 6 болады, 6-ны 14-ке бөлеміз, екеуді 2 деген санға қысқарады, сонда 7-ден 3 болады. Оқушылар, бөлшек санды емес, бүтін санды аламыз. Жауапқа сонда x бізде 11-ге тең болды, сонда меншікті жылдамдығы мінекей мұнда біз x те болған еді, сонда меншікті жылдамдығы 11 км сағат болады екен. Сонымен оқушылар өздерін көріп тұрғандай, берілген екі есепті толық талдап аяқтадық. Егер түсінбеген сұрақтарың болса, комментарийға жазып сұрасаңдар болады. Сау болыңдар.